Бізде көптен бері мынандай бір ситуация қалыптасқанда, мына қоғам өмірінде болып жатқан белгілі бір мәселе жайында қоғамдық немесе әлеуметтік опрос дейді ғой, андай сауалнама жүргізу жағы қиын. Ол үшін белгілі бір не болу керек, рұқсат болу керек. Мынандай сауалнама жүргіздік деп кейде жариялап жатады, бірақ ол сауалнамалардың қалай жүргізілгені көрсетілмейді. Жабық түрде соның несін айтады, жаңағы жетістігін ғана айтады. Жетістік емес пе енді, қорытындысын ғана айтады. Ал ол сауалнаманы қалай жүргізіп жатыр, қандай адамдар қатысып жатыр оған, ол туралы ештеңе айтпайды. Мына қоғамдық ұйымдар бар көптеген, әлеуметтік зерттеу жүргізетін. Олар да жақсы қорытынды бере алмайды. Бізде былай айтқанда әлеуметтік зерттеу онша жақсы деңгейде деп айта алмаймыз. Мысалы қазір саяси өмірдегі құбылыстарға баға беру үшін, мысалы айталық, жазушылар, журналистер белгілі бір қорытындыға сүйену керек қой. Мысалы мынандай процент адамдар мынандай ойлайды, мынандай пайыз адамдар былайша ойлайды екен деп. Оның бәрі мына статистика деген бөлім бар облыста. Сондан сол статистика бөлімдерінде есептеп шығарады. Солар әлеуметтік зерттеу сияқты бірдеңелер жүргізетін болу керек деп. Енді мынандай нәрсе, бізде көптеген осындай жұмыстардың бәрін қоғамдық ұйымдарға беріп қойған ғой. Түрлі қоғамдық ұйымдар айналысады сондаймен. Ол мемлекеттік ұйым емес, бірақ олар халықтың сеніміне ие болған ұйымдар болатын болса, халық олармен есептеседі. Бірақ ондай ұйымдар біздерде жеткілікті түрде бар деп айтуға болмайды. Енді мынандай нәрсе, бізде сынап жатады, халық өзінің сыни көзқарасын айтып жатады. Сонда былай дейді, биліктегі адамдар, қолында билігі бар адамдар, сендер біздің жұмысымызды сынайтындар кімсіңдер? Ол енді өзінің көзқарасын айтып тұр, мысалы, ол адам. Ал енді оны мына өзінің көзқарасын айтқан адамға давление жасау, оны жұмыстан шығару, оны қудалау, біздің қоғамда, коммунистік қоғамның бері қарай өрістеген. Мысалы үшін 1930 жылдардан былай қарай алаш қайраткерлерін қудалай бастады да. Өйткені олар коммунистік көзқарастағы коммунистердің, айталық, большевиктердің істеп жатқан қанды қырғындарына, халыққа жасап отырған опасыздықтарына, теріс жүргізген саясаттарына өздерінің көзқарастарын білдіріп отырды. Кей жерде қолдаған жоқ, қолдайтын жерлерде қолдады, кей сәттерін үндемей қалып отырды. Олардың беделдері күштеді. Сондықтан 30 жылдарда Совет өкіметіне қарсы көтерілістер көбейді ғой. 30-дан астам көтеріліс болған Қазақстанның түкпір-түкпірінде.
Соны бұлар коммунистер, большевиктер ойлады, осы көтерілістердің бәрін жаңағы алаштың адамдары, содан кейін мына ауқатты байлар кедейлердің үкіметіне қарсы, совет үкіметіне қарсы жасап отыр деп ойлап, бұлардың алдын кесіп, сөздерін айтқызбай, газеттегі пікірлерін шектеп, бір-бірлеп бұларды тергеп тексеріп, 37 жылы репрессияға түсіріп, олардың көп бірталайын соттап, жер аударып, солай істеді, тазалау жүргізді. Бұның өздері тазалау деп атады. Міне содан қалған не бар бізде? Содан қалған көзқарас бар ма? Билікте әлі коммунистер отыр ғой бізде. Айтқызбау адамдарға. Ештеңені айтқызбау. Одан кейін нені шектеп қою, баспасөзді шектеп қою, оған халықтың пікірін бермеу. Мысалы, айталық, сыни көзқарастағы адамдардың пікірін бермеу, оппозициядағы болып жатқан өзгерістердің бермеу, оларды теріс қылып көрсету халықтың көзіне, айталық. Мыналар адасып жүр деген сияқты. Енді бір нәрсе бар бізде, ол діни ұйымдардың жұмысы. Дінді нетрадиционный дейді ғой, деструктивті ағымдарды, түрлі діни ағымдардың алып келіп, ваххабизм, салафизм дейді ғой, соларды алып келіп, адамдарды адастырып, сол арқылы міне бізде терроризм күшейді деген пікір тудырып, мына әділдік үшін басқалай бір сыни көзқарас айтып жүрген адамдарды солардың қатарына қосып, мемлекетті төңкеріс ұйымдастырмақшы болды деген сияқты бір нелерді қолданады, терминдерді қолданады. Ал шын мәнінде олар бейбіт адамдар көбі. Осы заңға тартылып жатқан адамдарды қарайтын болсақ, олардың бәрі бірдей бір қатты заң бұзып кеткен адамдар емес. Сондықтан келесі депутаттар біздің мына адамдардың бостандығына байланысты, адамдардың пікір айту құқығы жайында мәселелерді қайтадан дұрыстап қарау керек. Оларға өзгерістер енгізу керек. Адам бір ғана көзқарасы бойынша бәленбай жылға түрмеге отырмау керек. Айталық, Оразалы деген адам Конституцияда мынандай кемшіліктер бар деп, оны жөндеу керек деп айтты, ол дұрыс айтты. Ол дұрыс айтылғаны үшін оны апарып құқын шектеп сөйтіп қойды. Бұл әрине халықаралық құқық нормаларына қайшы келетін нәрсе. Сондықтан халық білу керек, бұның бәрін халқымыз білу керек. Және үндемей отыра бермеу керек. Мен мысалы үшін жазушы адаммын. Осы әлеуметтік желіде, қоғамда не болып жатқанын бәрін қарап отырамын. Халқымыз бір зәбір шегіп қалмаса екен, өзінің айтатынын айта алмай, бұрышқа тығылып, істегісі келген нәрселермен айналыса алмай қалмаса екен деген сияқты ойлар мені мазалайды. Сондықтан да мен өзім пікірлерімді, көрген нәрселерге өзім пікірлерімді айтып отырамын. Бұл тек қана осы әлеуметтік желіде айтылған пікір ғана емес, менің кітаптарымда да бар. Мысалы, мені мазалайтын көптеген нәрселер 90-шы жылдарда қазақтардың ішінде арақ ішетін адамдардың көп болып еді, ауылда. Тойлардың, праздник күндердің, мереке күндердің
үлкен бір тойлардың аяғы ылғи төбелеспен, кісі өлімімен бітіп жүретін. Міне сондай мәселелерді мен қозғадым өзім әңгімелерімде. Бұл дерт қой, бұл қоғамдық дерт. Бірнеше әңгімелер жаздым сол туралы. Содан кейін мына совет үкіметінен қалған бір нәрсе, басшы адамдардың бір жерге қызметке отырып алып, жаңағы өзінің қол астындағы адамдардың хақына қол сұғуы, оларды сөйлетпеуі, оларды шектеуі, хақын шектеуі, оларды заңсыз жұмыстан шығаруы, оларға өзінің айбарын көрсетіп қудалауы, міне осындай мәселелерді мен өзім әңгімелерімде жазып көрсеттім. Оны кітаптардан алып оқысаңыздар болады. Адам баласы өмірге келгеннен кейін ол әділдік үшін, жақсылық үшін, қоғамда бір жақсы істер болу үшін, ілгері даму үшін, сол үшін күреседі ғой. Келешекте ұрпақтарымыз біздің көргенімізді көрмей, жақсы бір әділ қоғамда өмір сүрсін деп ойлайды. Міне сондықтан да айтып отыру керек, араласып отыру керек қоғамдық мәселелерге адамдар.